Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өмірімізге ақша тарту заңдарымен бөлісетін боламын. Ақша бұл энергия. Ақша энергиясын басқаруды және оны тарту үшін мына заңдарды білуіңіз керек. Осы видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ақша нақты мақсатқа келеді. Ойыңыз ақшаны қалай табамын деуде емес, мақсатыңыз бен оған жету жолында болуы керек. Екінші, ақшаға жеңіл әрі позитивті қарау. Ақша әрдайым жеткілікті, ол шексіз әрі мол. Ол әрине жетеді. Біздің әмиянымыздан да белгілі бір суманың табылары анық. Оған қуанышпен қарап, жеңіл жаратыңыз. Үшінші заң. Ақшаға құрметпен қарау керек. Егер сіз ақшаны жау санасаңыз, оған салғырт қарасаңыз, жерден тиынды көтеріп алуға намыстансаңыз, купюраларды мыжып ұстасаңыз, өзіңізге бай болуға блок қоятын боласыз. Төртінші заң. Ақша табысты адамдардың энергиясын жақсы көреді. Егер сіз жалақыңызға, айналадағы адамдарға көңіліңіз толмай, өмірдің қиыншылықтарына шағымданып, иығыңыз салбырап, әрдайым жабырқау жүрсеңіз, ақша да сізге жоламайтын болады. Сол үшін де әрқашанда позитивті, көңілді жүріңіздер. Бесінші заң. Ақша жайлы орнынан, зона комфортадан шыққанда келеді. Әрекет етпеген адамға ақша келмейді. Егер сіз осыған да шүкір деп отыра беретін болсаңыз, сізге ақша келмейді. Егер бұдан да көп ақшаға лайықпын десеңіз, жайлы ортадан шығыңыз. Осы видео пайдалы болса, төменге мен өз өміріме үлкен ақша қабылдауға дайынмын деп жазып кетіңіздер. Ақша энергиясын ауыса отырайық осылайша. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше барлықтарыңызға рахмет.